Кейбір кішкентай нәрселер қауіпті болады. Жүзімбақтарын құртатын кішкентай түлкілерді ұстаңдар. Сүлейменнің таңдаулы әндері 2-ші тарау 15-ші аят. Американың Колорадо штатында бір 4 жылдық алып талдың қалдықтары жатыр. Уақытта дауылдар мен селдер де құлата алмаған осы талды не құлатты дейсіз? Аяғыңызбен мыжып өлтіре салатын кішкентай қоңыздар екен. Ол талды біртіндеп кеміріп, сыртынан ортасына дейін жеп шығыпты. Жүзімбақтарын құртатын кішкентай түлкілерден сақ болыңыз. Кішкентай, нашар қылықтарды жиі қайталай берсеңіз, оларды тоқтату қиын болып кетеді. Кішкентай жаман әдеттерге жол берсеңіз, ол сізді күнәға кіріптар етеді. Бұрын бір жаман нәрсені жасағанда, ол жаныңызға бататын. Ал қазір оны қиналмай-ақ істей бересіз. Яғни, бұл сіз сенімнен жұрдай болдыңыз деген сөз. Әр маскүнем өзіне, мен аз-маз ішсем, ештеңе бола қоймас деп айтудан бастайды. Интернеттегі порнография құрбандары болған адамдар бүгінде олардың қатары жасөспірімдермен күн санап өсуде. Кезінде бір рет қана қарап көрмек болып, ләззатына қинала батып, ақыры тордағы жолбарысты босатумен тынады. Осы жолбарыс бірінші, оларды жалмап қоюы мүмкін. Екінші, өз еркімен торына ешқашан қайтпас. Коринт қауымындағы моральдық мәселе асқынбай тұрып, Паул онымен күресе бастады. Тыңдаңызшы. Араларыңда азғындық, тіпті басқа ұлт адамдары жасамайтын азғындық бар деген шүбәсіз мына хабар маған да жетті. Араларыңдағы біреулерің әкесінің жұбайымен көңілдес екен. Ал сендер көкіректеріңді көтересіңдер. Аз ғана ашытқы бүкіл қамырды ашытады дегенді білмейсіңдер ме? Ескі ашытқы, күнә атаулыны араларыңнан шығарыңдар. Сонда жаңа қамырдай рухани таза боласыңдар. 1-ші Қорындықтар 5-ші тарау 1-7 аят. Қатты әрі нақты айтылған екен. Неліктен осыған Құдай соншалықты мән береді? Өйткені күнә бізге зиянын тигізеді. Балаларына зиянын тигізетін кез келген нәрсе Құдайды ашуландырады.